ораза ұстаған адамның күнә мен жағымсыз әрекеттерден тыйылуы. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, қайсы бірің болмасын ораза ұстаған күні жаман сөз айтпасын, әрі ешкімге дауыс көтермесін. Егер оған әлде біреу тіл тигізсе, я болмаса төбелеспек болса, оған менің аузым берік деп ескертсін деп айтты деген. Бұхари Саум 9, Мүслим Сиям 163. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімдегім ауыз бекіте тұра өтірік айтуын қоймаса, әрі алаяқтық істеуден тыйылмаса, Аллах тағалаға оның ішіп жеуден ғана тыйылғаны қажет емес деп айтты деген. Бұхари Саум 8. Мүжиба әл-Бахилия әкесінен немесе ағасынан жеткізген хадисте, оның әкесі Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уассалам жолыққаннан кейін еліне қайтып кетеді. Сол кеткеннен араға 1 жыл салып жағдайы және түр-тұлғасы адам танымастай өзгеріп, жүдеп, екі әлем сардарының саллаллаху алейхи уассалам алдына келеді. Сөйтіп ол өзін танымай қалған пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам, «Уа Аллахтың елшісі, мені танымадыңыз ба?» дегенде ол, «Сен кім едің?» деп сұрайды. Сонда ол, «Мен өзіңізге былтыр ғана келіп кеткен әл-Бахилимін» дейді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған, «Саған не болған? Былтыр ғана өңің жап-жақсы еді ғой» дейді таң қалып. Әл-Бахили, «Сізбен қоштасып кеткелі бері түнде ғана асышып жүрмін» деп жауап берді. Сонда Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған, «Өз-өзіңді әбден қинаған екенсің» деді де, «Ең дұрысы, сен сабырлық айында ораза ұстап, содан соң ай сайын 1 күн ауыз бекіткін» деп кеңес берді. Әл-Бахили, «Тағы қосыңыз, менің одан да көп ұстауға шамам жетеді» деді. Сонда ол, «Ай сайын 2 күннен ұстап отыр» деді. Әл-Бахили, «Тағы да қосыңыз» дегенде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам 3 күн ауыз бекіт деді. Әл-Бахили, «Тағы да қосыңыз» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған 3 саусағын бір ашып, бір бүгіп көрсетіп тұрып, ендеше харам, яғни Ражаб, Зүлқағда, Зүлхижжа және Мухаррам айларында 3 күн ұста, 3 күн ұстама, 3 күн ұста, 3 күн ұстама, 3 күн ұста, 3 күн ұстама деп айтты деген. Әбу Дауд, Саум 55. Әбу Қатада, Алла оған разы болсын, Аллах елшісінен саллаллаху алейхи уассалам Арафа күні ораза ұстаудың артықшылығы жайлы сұралғанда өткен және келер жылдың күнәләрінің өтеуі болады деп айтты деген. Мүслим Сиям 196. Әбу Қатада, Алла оған разы болсын, Аллах елшісінен саллаллаху алейхи уассалам Ашура күні ораза ұстаудың артықшылығы жайлы сұралғанда өткен жылдың күнәләрінің өтеуі болады деп айтты деген. Мүслим Сиям 197. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, егер келесі жылға дейін өмір сүрсем, міндетті түрде Мухаррам айының 9-шы күнін ораза ұстап өткіземін деп айтты деген. Мүслим Сиям 134. Әбу Айюб, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, кімдегім Рамазан айының оразасын ұстап, одан кейінгі Шәуәл айында да 6 күн ауыз бекітсе, жыл бойы үздіксіз ораза ұстағандай сауап алады деп айтты делінген. Мүслим Сиям 204.
Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам әр дүйсенбі және бейсенбі күндері Аллах тағалаға құлдарының апталық амалдары ұсынылады. Сондықтан амалым Аллахқа ұсынылғанда аузымның берік болғанын қалаймын деп айтты деген. Тирмизи, Саум 44. Айша анамыз, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүйсенбі мен бейсенбі күндері ораза ұстауға ерекше ден қоятын еді деген. Тирмизи, Саум 44.